әуретті жер мен қолтықтағы түкті тазарту туралы қаншалықты дұрыс дейді. Ол парыз болады. Уәжіп деп айтады, енді біз парыз деп айтсақ та дұрыс шығар. Кейбіреулер жаңағы орман сияқты өшіріп жүретіндер бар, енді барлығын ұят болады, арам болады енді. Мұсылман адам таза жүреді. Бір күні бір мынандай сақалы бар адам автобуста отырмыз. Ақыр айтылды ғой, айтайын. Содан сақалды адам енді бүйтіп автобус бүйтіп кішкене қозғалып еді, бүйтіп қолын көтерді, жаңағы нені ұстайын деп. Жаңағы автобусты мынандай ұстады. Ұстаған кезде мына жақтағысы сақалынан ұзындау екен. Сосын айттым, өзі қайсыны өшіріп жүрсіз бірінші дедім. Сөйтсем, ой, ұялып қалдым деп қойды. Ұят емес, айналайын, не деген масқара мынау? Сақалынан ұзын болып кепті ғой дедім. Сондықтан ол дұрыс емес. Мұсылман адам ері де, әйелі де таза жүру шарт. Оны жұласың ба, жаңағы креммен аласың ба, депиляционный, шугаринг жасайсың ба, восковый депиляция жасайсың ба, өртеп жібересің ба, өзің білесің. Бірақ пожарный шақырып өртеніп кетіп жүрме собайда. Өлгеннен кейін дейді, өмір бар екенін дейді, білеміз дейді. Амин. Сол өмірде қанша жаста тірілеміз дейді. Әне, маңызды ғой біздің қазақтарға. Сондай жерлер маңызды өзі. Қанша жаста болам, түрім қандай болады, шашым қандай болады. Өзім баяғыда өзі брюнет едім, кейін блондинка болып кеттім. Сол блондинкамен тірілем ба, брюнетпен тірілем ба? Екі күйеуге тиіп едім. Бірінші күйеуіммен қосылам, жүрем қасымда, жоқ, екінші күйеумен қосылам ба? Үш қатын алып едім, қай қатыныммен болам деген. Бізге осындай моменттер қызық та. Құрметтілер, қайтесіз, қанша жаста болыңыз? Біреу 30 жаста дейді, біреу 25 жаста дейді. Әртүрлі. Ол маңызды емес. Сол күйде Құдайдың алдына тұрғанда, мына екі бетіміз тілініп, ұятымыз ашылып, Алланың саттар деген есімі бар. Жасырушы болып тұрылуы сол маңызды бізде. Бізде сол маңызды. Шөпті шегіп дейді, намаз оқуға бола ма дейді. Солай ма? Сотталып кетесің қой. Полицейскийлер, кәмбештіктер қарап отыр мен эфирімді. Үйіңе кеп тұрмасын, ассаламу алейкум, участковый бәленбай деп. Күйеуім тоқал алам деп қоймайды. Мен қарсымын дейді. 85 келгенде әперем деп айта бер. Мешіттен азан айтылса дейді, итім ұлыйды, неге дейді. Мешітке барындар, сәсеттер деп атыр. Бәрің мешітке барындар, және жатсың да сен деді. Ойбай, ұятай, бетім ай, деп болып атыр сөйтіп. Тұрыңдар бар, мешітке барындар дейді. Одан кейін бірінші себебі. Екінші себебі, азан айтқанда мешіттен шайтандар қашады. Көшеге түсіп, бұлай, подвал, подъезд, вампир сияқты қашады бәрі. Соны иттер жынды көреді, қашқан жындар. Соған ұлиды. Екі себебі бар. Амилайға не айтасыз дейді. Амилайға Құдай инсап берсін, тәубалық берсін. Ол жігіт па, өзі әйел ма? Жігіт қой деймін, жігіт меніңше ол. Ол жігіт кішкене сол костюм киіп, шалбар киіп, еркек болып, Құдай тәуба қылсын. Амилайдан да жаман күнә істегендер болған өмірде. Құдай оларды тәуба қылды. Қаншама адамдарды қырып өлтіргендер бар, елдің ақысын жегендер бар. Құдай оларға біз жамандағаннан, біз оларға қарғыс оқығаннан, оларды боқтағаннан біз әбиді таппаймыз. Құдай оларға сана берсін, ол қайтсын райынан, түзелсін, жақсы азамат болсын деп бір-бірімізге айтсақ, болар елдің балалары бірін-бірін кім деп айтады? Батыр деп айтады. Бір-біріне азаматсың деп айтады. Біз бір-біріміз шұқысақ ешқашан адам болмаймыз. Біз ақсағымызбен жүзбіз. Ақсағымызбен жүзбіз. Сондықтан сөйтіп бір-бірімізді тартуымыз керек. Сонда боламыз. Анау мынандай, мынандай болса қашан ел боламыз біз. Әйелдің мал союы макрух істерге жатады, әдепсіздік істерге жатады. Енді еркек білмеуі мүмкін, мал арам өле бермейді, бірақ негізі әйел адам мал соймасын деп келеді кітаптарда. Неге? Өйткені әйел қан көре бергеннен кейін денсаулығы өзгеріп, ішкі дүниесі өзгеріп, эмоциясы өзгеріп, әйел адам еркек болып кетеді. Біздің қазір мал соямай-ақ көп әйелдердің бәрі нерві шығып кеткен. Сондықтан еркектер әйелге айланып, әйелдер еркек айланып жатыр. Аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, жазып, мазаны алып жатқан, ол еркек емес ол үшін. Еркек сияқты болады. Бірақ рет айтады, ол мужик дейді сол үшін. Ұстаз, әйелім үйдегі көп мөлшерде ақшаны рұқсатсыз алды. Содан кейін көңілім қалды. Ажырасуға ойланып жүрмін. Қандай ақыл айтасыз дейді. Сол әйеліңнің саған әйел болып бергені, саған моп-моқандай бала босанып, өмір мен өлімнің ортасына түсіп,
бала босанып, ол баланы түннің ұйқысын 4 бөліп емізіп, сенің тұқымыңды өрбітіп көбейткені сен жоғалтқан алған ақшасынан әлдеқайда артық жан. Сен сол ақшаға бала сатып ала алмайсың. Сол ақша, қандай ақша болса да, мейлі миллиард алған жоқ шығар, көбісі миллион алған шығар мейлі. Сол миллионға бала сатып ала алмайсың сен. Сол миллионға мүмкін 1-2 күндік әйел сатып алатын шығарсың, 1-2 түндік. Бірақ өмірлік саған қызмет жасайтын, сені шын жүрегімен жақсы көретін, мен ауырсам да күйеуім ауырмасын деп, саған қызметін жасап, қол аяғыңның нәскиін жуып, иісі шыққан киімдеріңді жуып, тазалап берген, соған жете алмайды жан. Сондықтан кешір. Бірақ түсіндір, онысы дұрыс емес. Қазір дала аяз, жұмада мешітке сыймай жатам, сыртта тұрып оқығанда қолға күйіп намаз оқысақ бола ма? Болады, неге болмайды? Жаныма перчатка киіп алуға бола береді. Қол намазға қолдың қай жерде керегі бар? Қол жайғанда ма? Ол кезде бола береді. Бола ешқандай мәселе жоқ. Кейбір облыстарда әйелдің жаңа бірінші түннен қалған нәрсесін бүйтіп іліп қояды екен, бүйтіп міне құтты болсын осындай деп үстіне плов пісіріп, бұл ақымақтық болады айналайын. Бұл үші аңдайтын жеңгелер бар, әпкелер бар. Ол ақымақтық плюс жындылық, үшінші надандық болады. Ол қыз пәк бола ма, пәк болмай ма, сенің чатағың қанша? Сенің чатағың қанша? Саған керегі не оны? Сен өзің күйеуге шығасың ба, шықпай, ана қыздарға қатысты, қайын сіңілерге, солар тексеріп жүргендерге. Мен жеңгем пәк. Сен не шаруың бар? Сен өзің күйеуге тимей қаласың ба, Құдай біледі, қандай болып баратыныңды. Ұят болады, масқара болады. Харам ол, біреудің айыбын. Ұят болады. Болмай қалды ал. Болмаса Алла үшін жасырып қой. Ішіп алып, отырып алып, жәнін жемеу қыздың. Жәнін жеме. Әлбетте, адам адасқан шығар, басқа жағдай болған шығар, Аллах өзі біледі. Біреудің абыройын төкпеңіздер. Сіздің абыройыңыз төгіліп қалмасын қияметтің күнінде. Абыройың сондай болып ашылады. Құдай білсін. Ана Аллах Тағаланың 99 есімдерінің ішінде Саттар деген есім бар. Саттар деген. Ол жасырушы деген сөз. Мән сатара ахаху сатарахуллаху яумал қияматан. Бір мұсылманның айыбын жасырған адамның Алла айыбын жасарады дейді. Қойыңыз ондай нәрсе. Саған керек қой ол. Сені жылап, алаяқанына салып, жарым деп күйеуіп, оны ішіп алып, достарымен айтып, мамасымен абсурд ететін жындылар бар екен. Маған бірнеше қарындас келді күйеуімен. Мамасына соны айтқан екен. Үзбе сол. Қойыңыз ондай нәрсе. Бәріңіз қыз өсіріп отырсың ғой, Құдай біледі. Қызым үйде, қылығы түзде дейді. Қандай боларын? Бала асырауға бола ма дейді. Бала асырауға болады, шариғат рұқсат береді, бірақ ең жақсы варианты бар. Ең жақсы варианты ол емізілетін баланы, кішкентай баланы, 2 жасқа дейінгі баланы асырау, және оған еміздіру, немесе өзіңізден сүт шықпаса, әйел кісіден, әпкесінен, бауырынан, жақын бір туғандарына еміздіріп алады. Сонда ол сүт мама болады да, сіз сүт маманың бауыры боласыз. Солай үйде өсу керек бала. Сол дұрыс болады. Ал үлкен бала үйге алып қалсаңыз, мысалы асырау деп алып отыр ғой, сонда бұл кішкене қате болып қалады. Шалған құрбандықтарыңыз етін өзіңіз жесеңіз болады, бала шағаларыңызға берсеңіз болады, ағайын туған туысқа үлестірсеңіз болады, қонақ шақырып күтсеңіз болады, жағдай жоқтарға, мұқтаждарға таратсаңыз болады. Өз ықтиярыңыз, нешеге бөлесіз, қаншаға бөлесіз, сіздің ықтиярыңыз. Ең бастысы құрбанның ет емес, құрбанның жаны құрбан екенін ұмытпайсыздар. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.